Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен отаным мен бастамам атты байқауының жаңғырту полюсі бойынша номинациясы бойынша қатысушымын. Бүгінгі біздің тақырыптың өзектілігі қазақтың қол өнері ши тоқуды жаңғырту. Тақырыбымыздың мақсаты технологиялық білімді теориялық сараптаудан өткізу, халқымыздың қолданбалы өнерін үйрену. Ежелден келе жатқан қазақ өнерінің жандандыруына үлес қосу. Күнделікті тұрмыста қажетті заман талабына сай жаңа бұйым жасап шығару. Ши астық тұқымдасына жататын шөптесін өсімдіктің түрі, оның биіктігі 50-220 см, сабақтары көп әрі мықты, жапырағы ұзын әрі жіңішке болып табылады. Көбінесе мамыр-шілде айларында гүлденеді, еліміздің көптеген жерлерінде өседі. Қыста мал жайлауға ыңғайлы әрі осы көптеген ою-өрнектен жасалған тоқулар киіз үйдің ішін әрлеуге әрі бөлуге өте ыңғайлы болып табылады. Төсеніш ретінде киіз үй астына төселеді, әрі күннің суығында киіз үйдің керегесіне ілу арқылы біз киіз үйдің жылуын ұстап тұра аламыз. Ши өңдеу тоқу ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық өнердің түрі болып табылады.